Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, ерекше тоқаштарды жасаймын. Менімен бірге болыңыздар. Рецепт ұнаса, маған лайк қоюды ұмытпаймыз. Ол үшін жылы сүтке қантты, жұмыртқаны қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Одан кейін аштығымызды, ұнымыздың барлығын салып жібереміз. Осындай силиконды қасықпен жақсылап араластырамыз. Негізі мен силиконды осындай қасықпен араластырамын. Сол кезде біздің қамырымыз қатты болмай, басылып қалмай, өте дәмді болады. Енді оған ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығу керек. Сонымен қатар достар, жоғарыда мен өте дәмді бауырсақтың рецебін қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолмен барлығын басын біріктіріп, 1 сағатқа қамырымызды алып қоямыз. Видеодағыдай қамырымызды әдемілетіп жайып шығамыз. Одан кейін артық жерлерін пышақпен кесеміз. Біздің қамырымыз осылай тік төртбұрышты болу керек. Ерекше тоқашқа мен шоколадты пастаны қостым. Ал егерде үйде шоколадты паста болмаса, онда вареная сгущенканы қоссаңыз болады. Тек оның қымбат түрінен қосу керек. Сол кезде сіздің тоқашыңыз өте дәмді болады. Енді келесі видеодағыдай барлығын осылай рулет қылып орап шығамыз. Одан кейін оны кекс пісіретін, табада пісіретін боламыз. Сол себепті оны 12 бөлікке бөлеміз. Өйткені менде бір кексті 12 кекс жасалынады. Өстіп видеодағыдай әдемілетіп бөліп шығамыз. Табаны шамалы майлап алған жақсы. Енді видеодағыдай барлық тоқаштарымызды өстіп салып шығамыз. Үйдегі балақайларға бұл тоқаш өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді бетін жауып 15 минут қалып қоямыз. Ол кезде пешімізді қыздыра берсек болады. 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің тоқаштарымыз өте дәмді болды. Иісі деген керемет қой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал рецепт ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналымда одан да күшті рецептерді көре аласыздар.